Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға өте дәмді болып шығатын укроп қосылған сливочный соус жасауды, сонымен қатар духовкада форель балығын жасауды ұсынатын боламын. Балығымызды біркелкі әрі дәмді болып шығу үшін ең алдымен балықтарымызды холодильниктен 15-20 минут бұрын шығарып дайындап қоямыз. Противенге пергамент қағаздарын төсеп, балықтарымызды саламыз. Оливковое масломен осы видеода көрсетілгенде майлап шығамыз. Балықтарымызды тоз бұрыш сеуіп, маринадтап қоя тұрамыз. Жуаларымызды полукольца қылып тураймыз. Укроп пен сарымсақтарымызды да ұсақтап шығамыз. Осындай кішкентай кастрюльге сұйық майымызды және аз ғана сары май қосып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға сарымсақ пен жуамызды салып араластырамыз. Бұл соусты кез келген балықпен ұсынсаңыз болады. 2-3 минут өткен соң бір ас қасық лимон согымызды қосамыз. Артынша 1 минут өткен соң 33% сливке қойып, және укроптарымызды да қосатын боламыз. Тоз, бұрыш, лавровый лист салып, астын басып 5-7 минут бұқтырып қоямыз. Ал қазір балығымызды 190 градуста 20-25 минут қойып пісіреміз. 7 минут өтті, біздің соусымыз дайын. Енді дайын болған соусымызды сүзгіден өткізіп, бір ыдысқа құйып аламыз. Мен гарнирге күріш жасадым. Балығымыз дайын болды. Балығымызды ыдысқа салып, үстіне осылай соусымызды құямыз. Ас болсын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.